Енді бізбен бірге отырысқа бармайсың. Неге? Ол үшін белгілі бір себеп бар. Тоқташ, майды шіртпей түсіндірш маған. Не деп сен отта отсын? Аза, түсінші. Не деп қуып отсын сен? Мен не шотқа төлемейін ба? Жоқ. Или ішіп алып сендердің қыздарыңа жапсам ба? Жоқ. Онда не түсінбеймін, түсіндірш маған. Аза, просто барлығы сенің ішуіңе байланысты. Сен ішіп алғанда... Сен ішкенде шайып кетесің. Тек бізге ренжімеш. Тоқташ, маған түсіндірш. Ішкен кезде мен ба шайып кететін? Қаяғым жемеш, түсінің ба? Конкретно ішкен кезде любой адам шайып кетеді, білмесең. Не деп мыңқылдап отсындар өзі? Енді ішіп шайма үшін көтім мен ішем ба? Давай түсіндірем. Жарайды. Шайқас отырыс кезінде еркек до конца шу керек. Ішкеннен кейін адам ұшу керек. Ұшып лағу керек, плотно. Үйтіп шалмасандар, енектерің жоқ сендерің просто.